Assalamu alaikum. Бүгін сіздерге Наполеон тортымның рецептісін ұсынбақшымын. Тестасы өте жұмсақ, өте дәмді. Бұл жерде қарап отырсаңыздар кремі кескен кезде жабысып тұрады, ал бұндай сәтте ондай емес. Кәдімгідей кремін қарасаңыздар сондай керемет. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл жерде бізге тестамызға керек заттың барлығы өте қатты салқын болу керек, барлығы морозилькеден шыққан болғаны дұрыс. Мына жерде менде сары май, барлығы описаниеда жазылған, оны онымен үгітетін боламыз. Бұл жерде менде салқын су, мен морозилькеде сақтадым 1-1,5 сағаттай. Оның үстіне 1 чайный ложка уксусымызды қосып араластырып қоямыз. Морозильниктен шыққан сап-салқын жұмыртқамызды тестамызға саламыз. Бұл да морозильниктен шыққаны дұрыс. Енді жаңағы суымызды аз-аздан құйып, бір келгі қамыр елейміз. Мінекей бізде қамырымыз дайын, осындай жұмсақ теста шықты. Енді оның бетін жауып, морозильникке 1 сағат, 2 сағатқа жіберетін боламын. Тестамызды морозильникке жібердім, оған дейін креміне кірісетін боламыз. Кастрюлемізге 1 литр сүтімізді құйып, отта қайнататын боламыз. Оған дейін жұмыртқа массамызға кірісеміз. 2 жұмыртқамызға қантты салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне кукурузный крахмалымызды саламыз. Кукурузный крахмал болмаса, онымен алмастыруға болады. Оны жақсылап араластырамыз. Бізде сүтіміз қайнады. Енді жұмыртқалы массамызға сүтімізді құятын боламыз. Аз-аздан құйып, тезірек араластырамыз. Тезірек араластыру міндетті, әйтпесе жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Жұмыртқалы массамызға ыстыққа үйретіп алдық. Енді қайтадан кастрюльге салып, жай отта үздіксіз араластырып отырамыз. Ол өзі қоюлана бастайды. Міндетті түрде үздіксіз араластырып тұрыңыздар, әйтпесе күйіп кетуі мүмкін. Бізде қоюланды, мен астын өшірдім. Енді бөлек ыдысқа құйып аламыз. Суытамыз бөлек ыдыста. Енді мен сары майды салып, жақсылап араластырдым. Енді пищевой пленкамен үстін жабамыз. Бөлме температурасында қойып қоямыз суытуға. Мен жаңағы тестамызды алдым. Жақсылап столымызға ұнымызды себеміз, осындай рулетка сияқты қылып барлығын орап шығамыз. Мен шамамен 12 бөлікке бөлемін. Оны жаятын боламыз. Мен сразу пергамент қағазынан жаятын боламын. Мінекей мен осылай жайып шықтым. Міндетті емес, дөңгелек болып жаю. Мен оны кальциямен өлшеп алдым. Кестім, яғни жан-жақтан. Енді осылай пилкамен тесіп шығамыз. Кождарымызды осылай сеп шығамыз. Енді духовкаға 10-15 минутқа жіберетін боламыз.
арасында креміміз дайын. Негізі одан да қатты қою қылуға болады. Мен әдейі осындай қылдым. Өте керемет болады кремше, өте дәмді негізінен. Қатты қою қылған жоқпын, себебі андай қатты жабысып тұрғанын қаламадым тортыма. Өйткені осындай көлемдегі торт ұнайды, және осындай кремі де өте қатты ұнайды. Енді тортымды кірісетін боламын. Бірінші слойымызға осындай кремімізді жағамыз. Өте әдемі болыпты ше. Мінекей мен барлық кремдерімді құрап болдым. Айтпақшы, артық қалған корждарды мен шетіне әсемдеуге жіберемін. Қазір мынаны холодильникке жібереміз. Холодильниктен шықты. Мен осылай жан-жағын артық қалған корждармен әсемдеп шықтым. Енді кесеміз. Мен видеоға түсіріп отырғандықтан асығыстау болды. Мен ерте кесіп қойдым. Негізі ұзағырақ тұру керек. Холодильникте 2-3 сағаттай тұру керек. Кремі сіңу керек. Мінекей бізде осындай болып шықты. Қарап отырсаңыздар, тесталары сондай жұп-жұмсақ. Басқаларында, негізінен Наполеон торттарында кремде жабысып тұрады. Менде ондай емес, өте керемет болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй-іштеріңізді осындай тәттімен қуантыңыздар. Әлі де көп рецептер болады. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Пікір қалдыру кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар, ас болсын.